Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді үрленіп пісетін жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы сүт қажет. Сүтті міндетті түрде жылытып аламыз. Жылыған сүтке 4 ас қасықпен құмшекер, 1,5 шай қасықпен тұз, 20 мл сұйық май құямыз. 1,5 ас қасықпен дрожжды қосамыз. Осылайша бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бұны қазір 10 минутқа бетін жауып жылы жерге қоя тұрамыз. Ашытқымыз ашынғанша қоя тұрамыз. Және үйде сметана немесе йогурт болса 2 ас қасықпен қосып жіберіңіздер. Дәмі одан да керемет болады. Менде үйде болмады. Сол себепті де қоспадым. Жақсылап араластырып 10 минуттан кейін дайын болды. Дайын болған ашытқыма електен өткізілген ұнды қостым. Көз мөлшерінше ең бастысы қолға жабыспайтындай етіп елеу керек. Сөйтіп жақсылап иін қандырып бауырсағымның тестасын бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қойып қойдым. 1 сағаттан кейін бірден жайып тастадым, доңғалақтап кесіп. Кесілген бауырсақтарымның бетін жауып қойдым. Тағы 10 минутқа майым қызғанша көтерілсін деп майымды қыздырып пісіруге кірістім. Майды жақсылап қыздыру керек, және негізінен бауырсақ майға батып тұру керек. Менде кішкене батпай қалды, бірақ сонда да әдемі пісті. Осылай жасап көріңіздер. Міне бауырсақтарым іші де осындай болды. Өте дәмді болды. Үрленіп пісті прям. Жасап көріңіздер. Осы